Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Қанды таза ұстау үшін, қанда майлық болмау үшін, баляшық болмау үшін, холестерин бәрі болмау үшін ағайындар мынандай ит мұрын деп айтамыз. Шиповник орысша аты. Бұрысын аламыз да мынандай литровый термосқа саламыз. Литровый термосқа. Осыны бір термосқа саламыз да, бұрыс ит мұрынды. Оны қайнаған ыстық су құямыз. Қайнаған. Oyun ağzı қатты бекітіп, кешке жақын жасау керек осыны бәрі. Кешке жақын жасап, түнімен тұрады, ертеңгісі тұрған кезде, соны күніне қақпағы стақаны, сонымен ішіп отыру керек. Күніне бірнеше уақыт. Бір күнде бітіру керек қой осы. Соны келесі күн тұрғанда қайтадан қайнатып жасау керек өстіп, бақтырып. Ол қанды өте таза ұстайды дегенде. Қан таза болса, адам баласы циркуляциясы, қан айланып жақсы болады. Тромбы да болмайды дегенде. Ол мыңда бір ем осы ит мұрынды пайдаланыңыздар, шиповникті. Термосқа бақтырып ішіңіздер. Ол бір. Екіншіден, ит мұрынды қуыруға болады. Кәдімгі құрғақ табаға алып, табаны қыздырып, қуырып алады дегенде. Жақсы отырып қуырып алады да, соны үгітіп, кәдімгі шай ішінде іше береді дегенде. Ол жасы 60-тан асқан адамдар пайдалану керек дегенде. Жасы ұзақ болым десе, қаны таза болым десе, соны пайдаланыңыздар. Ол мыңда бір ем кешке дейін аптекаға жүгіріп, ана дәрі, мына дәрі деп айтпаңыздар. Оны алып ішкенше осы ит мұрынды пайдаланыңыздар. Табиғи емдік шөп қой, емдік дәрі тегінде. Сіздерге ем болсын, шипа болсын, аман есен болыңыздар.